жаңа мама айтып жатыр ғой, Әшірбек деп. Мықты жігіт, художник, зергер. Бірақ екеуміз енді ол Шымкенттікі болғаннан кейін олардың дәстүрлері, салт дәстүрі өзгеше. Қанша жыл бірге тұрдыңыздар? Аз тұрдық. Мен қызымнан кейін кішкентай кезінде ажырасып кеттім, айттым. Сосын кейін енем айтты ғой маған, ай сен әртіс болма, сен мұғалім бол. Мен айттым, мен қалай боламын? Мен енді сонша, мен әке шешем мені оқытты. 7 жыл оқыдым. Мен сахнаға шығуым керек. Енді оны Шымкентте енді солай ғой енді. Сен шықпа дейді, болмайды дейді, саған шығуға дейді. Ол да өнердің адамы ғой, ол да мені түсіну керек. Сіз енді бізге арамызға түспеңіз деймін ғой. Соң кейін бәрібір не қылды ғой, бәрібір ажыратты. Соң кейін ажырастық. Енем ажыратты ғой енді былайша айтқанда, болды. Ал махаббатпен қосылдыңыз? Махаббатпен екеуміз қосылдық. Ол да бір әдемі жігіт болатын кезінде. Ол да өнердің адамы. Бірақ екеуміз бір-бірімізді түсінген жоқпыз. Солай кеттік. Сосын ана шорт кесем ғой бір жаман жерім. Мен саған әйел бола алмаймын дедім. Үйде отыра алмаймын дедім. Мен өнеріммен. Үйде мен өнерге барам, бірақ тамағыңды, киіміңді, жағдайын бәрін жасап отырам. Бірақ мен сахнаға шығуым керек. Мен ауырамайды десе дедім. Олар үлкен кісілерден, шешелерінен айтқандарын істейді ғой, әке шешелерін. Шешесі, әкесі қайтыс болып кеткен, шешесі де марқұм ол кісі де, енем де қайтыс болып кетті ғой, уже біраз болды. Сөйтіп екеуміз ажырасып кеттік. Қазір енді өзінің семьясы бар. Бірақ енді қыздарым, әкемді жаңа айтып отыр ғой өзі де. Мен айттым, мен саған қарсы болмаймын дедім. Әкеңмен араласам десең, аралас. Әкең екенін бәрі біледі дедім, бүткіл адам бәрі біледі дедім. Тойымыз жасалды, кәдімгідей ұзатылып жібердік. Екі жақта да керемет той болды, бірақ әттең ай солай болып отыр.